Саламатсыз ба көрермен, күріш суының пайдасын білесіз бе? Бүгінгі видеом осы сұраққа жауап болмақ. Алдымен денсаулыққа пайдалы видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Ескерту: кез келген халық емін қолданбас бұрын дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Бұл ежелгі Қытай рецепті. Уақытпен тексерілген, тән саулығын сақтау мәселесіне басты шара саналатын, әдеттегі медициналық әрекеттер пайдасын тигізбеген жағдайда жасалатын амал деседі. Қытайлықтар күрішті ерекше жақсы көреді. Бұл тағамды көп тұтынатындары да кездейсоқтық емес. Дұрыс дайындалған күріш өмірді ұзартып, ағзаны қажетті заттектермен қамтамасыз етіп отыратын өте пайдалы тағам. Күріш жеп отырған кезде ағзаңыздағы токсиндер сыртқа шығады, асқазан мен ішек жұмысын ретке келтіреді. Дегенмен, күрішке қарағанда оның суының пайдасы мол. Егер бұрын соңды күріш суының пайдасы туралы естімеген болсаңыз, бұл жазбаны сақтап қойғаныңыз жөн. Ал айтарым мынау: мінсіз келбет, күш-қуат, сау тері күріш суын тұтынатын адамдардың серігі. Күріш суы ағзаны көмірсулармен қамтамасыз етіп, асқазан ауруын емдейді, артериялық қысымды ретке келтіреді, оба ауруының алдын алады. Мұнымен қатар косметикалық қасиеті бар деп жазады Ауырмаңыз газеті. Саңылаулардың аузын бітеп, тері түсін біркелкі етіп, майлылық деңгейін азайтады. Ертеде қазіргідей арнайы дайын сусын мен тағамдар шықпаған кезде ата-аналар балаларын осы сусынмен тамақтандырған. Бүгінде жиі айтылатын бұрынғының балалары мықты болған деген сөз осындай табиғи ас судың арқасы екені жасырын емес. Ертеректе күріш суының арқасында дисбактериоз, гепатит сынды аурулар өте сирек кездесетін болған. Ол өте қарапайым әдіспен дайындалады. Аз мөлшердегі күрішті суға салып қайнатыңыз, бір стақан суға біраз қасық күріш жеткілікті. Күріш жартылай піскен шақта су түсі өзгереді. Онымен күніне 2 рет бетіңізді жуыңыз. Бір аптаның ішінде оң нәтижесі байқала бастайды. Ал күрішті суға қайнатып, оған айран қосып ішсе, асқазан шекті тазартып, ағзаны, теріні жасартатын дайын детокс дей беріңіз. 3 немесе 5 күнге созылған осындай диета ұстансаңыз, жасушалар да жаңарып, ағзаға жиналған тұздан арыласыз. Бұл диетаның ерекшелігі: күріш айран ботқасын қалауыңызша жей беріңізге болады. Айтпақшы, күріш қайнатылған суды жиірек ішу бауырды сауықтырады. Бүгінгі видеом осымен аяқталды. Видео ұнаса лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Денсаулығыңыз, байлығыңызды сақтаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыз.